нені білдіруі мүмкін? Бүгінгі сабаққа қатысы қандай деп ойлайсыздар? Тамаша. Енді осы белгілер туралы ойларыңызды таратып айтыңыздар. Чичак. Arak ışını temeki şebu, нашақорлық денсаулыққа зиянды әдеттер. Көп адамдар осы жаман әдеттерге жақын келеді. Сөйтіп өз денсаулықтарын жоғалтады. Ал оларды емделу үшін ұзақ уақыт керек болады. Сондықтан бұл әдеттерден аулақ болу керек. Жақсы, тамаша ой. Енді балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болу керек деп ойлайсыздар? Денсаулық. Сонымен, дұрыс болжадыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы саламатты өмір салтын ұстанамын. Бүгінгі сабақта сіздер көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дерек көздерден алынған мәтіндерді тыңдап, салыстырасыздар. Өз көзқарастарыңызды аргументтер негізінде дәлелдейтін боласыздар. Енді бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен танысып алайық. Әрбір кез келген, жігер, адамның түрлі қиындықтарды саналы түрде жеңе білуі, үйлестіру, сәйкестендіру, сүйену, таяну, иек арту. Бұл сөздерді естеріңізге сақтап алыңыздар. Қазір сабақ барысында қолданатын боласыздар. Балалар, қазір сіздерге тыңдалым мәтіні ұсынылады. Мәтінді мұқият тыңдап алайық. 5-6 сабақтар 3-ші тапсырма. Әр адам ұзақ өмір сүріп, бақытты болғысы, жастыққа тән күш-жігерін сақтағысы келеді. Қартаю табиғи құбылыс. Оны тоқтату мүмкін емес. Бос уақытты дұрыс пайдалану, ой еңбегі мен дене еңбегін үйлестіру, дене шынықтыру, спортпен айналысу қартаймай ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Автоматика тез дамыған қазіргі уақытта дене шынықтыру мен спорттың маңызы арта түсіп отыр. Күнделікті толассыз келіп жатқан ақпараттар ағымы адамның белсенділігі мен қозғалысын төмендетеді. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы аурудан сақтану ұстанымдарын жариялады. Әр адам наша, темекі, араққа қарсы тұрып, спортпен айналысуы, дұрыс тамақтануы керек. Ішкі патология кезінде тізедегі нүктелерді басу керек. Тізермен жүру бүйрек пен бауыр ауруларын емдейді. Қытай медицинасы тізерлеп жүру барлық ауруға қарсы тұратынын ескертеді. Күніне 25 минут тізерлеп жүрсеңіз, нәтижесі білінеді. Тізерлеп жүрген кезде қолға сүйенуге болмайды. Бастапқыда тізе ауырса, жерге қалың көрпе төсеп қоюға болады. Бұлшық еттер шыныққан соң тізерлеп жүру жеңілдейді. Тізеде көру ағзаларының, бүйрек пен бауырдың белсенді нүктелері бар. Сондықтан бұл жаттығуды үзбей жасаған дұрыс. Жақсы балалар. Мәтін түсінікті болды деп ойлаймын. Негізгі ақпараттарды естеріңізге сақтадыңыздар ма? Жақсы. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Қазір жұппен жұмыс жасайсыздар. Сіздер тыңдалған екі мәтінді салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын Вен диаграммасы арқылы көрсетесіздер. А мәтіні және Ә мәтінін тыңдадыңыздар. Екі мәтіннің айырмашылығын жазасыздар, ортасына ұқсастығын жазамыз. Уақыт кетті, тапсырманы орындайық. Негізгі ақпараттарды естеріңізге түсіріңіздер.
шылым шегу, арақ ішу, нашақорлыққа тыйым салынады. Тұтастығы екі мәтінде салмақты өмір салты туралы айтылған. Жақсы. Келесі екінші мәтін ә мәтіннің айырмашылығы қандай? Фатима? Ә мәтіннің айырмашылығы. Тізерлеп жүру көптеген ауруларды емдейді. Мұны Қытай медицинасы ескерткен. Тізеде көздің, бүйрек пен бауырдың нүктелері бар. Тамаша. Басқаларымыздың да жауабымыз осындай шығар деп ойлаймын. Солай ма балалар? Негізгі ақпараттарын осындай шығар, айырмашылығы ұқсастығы. Ендеше өз-өзіңізді бағалайық, тапсырманы қаншалықты орындадық. Яғни сіздер тапсырма барысында мәтіндердің ұқсастықтарын тауып, екі мәтіннің айырмашылығын анықтап, өз ойларыңызды дәлелдеулеріңіз керек еді. Енді өзімізді жұдырық алақан әдісімен бағалаймыз. Егер тапсырманы барлығын орындаса, алақан белгісін көрсетеміз. Егер орындай алмасақ, онда жұдырық белгісін көрсетеміз. Кәнекей, кім қаншалықты орындады? Тамаша, барлығымыз тапсырманы орындамаймыз. Жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта алған ақпараттарды пайдаланып, өз ойларыңызды төрт сөйлем әдісі арқылы жеткізесіздер. Тақырыпқа байланысты пікіріңізді бір сөйлеммен келтіресіздер, одан кейін сол ойыңызды бір сөйлеммен дәлелдейсіздер, оған бір сөйлеммен мысал келтіресіздер тақырып бойынша, және ойыңызды бір сөйлеммен қорытындылайсыз. Уақыт кетті, тапсырманы орындаймыз. Уақыт аяқталды. Балалар, жұмысымызды тоқтатайық. Кім жауап беруге дайын? Фазил? Peki, әр адам ұзақ өмір сүргісі келеді. Дәлел, денені шынықтыру, спортпен айналысу ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Мысал, тізерлеп жүру арқылы бүйрек, бауыр ауруларын емдеуге болады. Қорытынды, әрбір адам өз денсаулығына жауапты. Денсаулықты нығайту үшін денені шынықтырып, спортпен айналысып, дұрыс тамақтану керек. Тамаша. Яғни сіз өз ойыңызды осындай пікірлермен, ойлармен қорытындыладыңыздар.